Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге 3 түрлі балмұздақтың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге соңына дейін бірге болыңыздар. Ең барлық керекті заттар осы заттар аз ғана заттан жасалынады. Ең алдымен бізге сливки керек. Сливки 500 мл сливки, сгущенное молоко, какао, ванилин және қалаған өзіңіз қалаған құлпынай болсын. Мен мына жерде шабдалын алдым. Өзіңізге қалаған жидекті жемісті алуларыңызға болады. Бірінші миксерлеп аламыз. Жақсылап миксерлеп алғаннан кейін сгущенное молоконы салып, тағы да миксерлейміз. Содан соң ванилин саламыз, тоже араластырамыз, жақсылап араластырып аламыз да. Оны пока холодильникке осылай бетін жауып сала тұрамыз. Енді екі түрлі мороженныйдың заттарын дайындап аламыз. Бізге какао дайын тұр. Енді мынау жидек алсаңыздар да болады, болмаса осылай фрукты алсаңыз да болады. Менде бұл жерде шабдалы 5 штук шабдалыны осылай сыртын қабығын ашып, жақсылап картошка езетімен езіп аласыздар да, осылай ковшқа саласыздар. Не үшін ковшқа салып бұлай істеп жатырмыз? Себебі суын азайту керек. Суы осылай қайнап азаяды. Өзі ғана қалу керек. Себебі ол суы кристалликтер болып қалуы мүмкін. Енді жаңа холодильникке салған осы затымызды 3-ке бөліп аламыз. Солай 3-ке бөліп аламыз да 3 түрлі мороженое жасаймыз. Біреуіне осылай какао. Какао менде черный, прям насыщенный какао. Осы какаоны араластырып аламыз. Менде 5 грамм какао. Араластырып аламыз да. Вуаля, дайын. Енді екінші жаңағы жемісіміз. Менде шабдалы, мен өзім жақсы көретін шабдалым. Соны жасап жатырмын. Осылай араластырамыз, жақсылап араластырамыз. Вот, дайын. Енді беттерін жауып, холодильникке 2-3 сағатқа салып қоясыздар. Міне әне-міне дегенше 2 сағатымыз өтті де кетті де, мороженныйымыз дайын. Соншама мороженныйды базардан, магазиннен сатып алғанша үйде өздеріңіз жасап көріңіздер. Міндетті түрде өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өзімнің ойымнан шықты, ұнады маған. Жасап көріңіздер. Өте тез дайындалады және оңай жасалынады. Бұл жерде менде шоколадный, молочный және ягодный болып тұр. 3 түрлі мороженое. Жасап көріңіздер. Менімен бірге соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар.